Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен баклажаннан котлеттер істеп үйренеміз. Видеоны көрмес бұрын каналға лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен баклажандарымызды жуып, сыртыны ашып, тазалап аламыз. Баклажандарымыз дайын, енді оларды үккіштің майда тісінен өткізіп аламыз. Баклажандарымыз дайын, енді нанымызды дайындап аламыз. Оның үшін жарты нанды суға бүктіріп аламыз. Баклажанды қолымызбен жақсылап сығып алуымыз керек. Себебі котлет жасағанда оның сулары жақсы жабыстырмай қоюы мүмкін. Соның үшін суыны жақсылап сығып аламыз. Құрғақ ыдысқа котлеттерді дайындап аламыз. Оның үшін сол баклажан, нанымызды және бір жұмыртқа, туз, приправа және чеснок салып араластырып аламыз. Содан соң котлеттерді жасай беруімізге болады. Дайын котлеттерді талқанда думалатып алдым. Майымыз қызып тұр. Котлеттерді орташа отта қызарғанша пісіріп аламыз. Котлеттеріміз өте әдемі болып пісіп шықты. Олар және де жұмсағырақ болу үшін духовкаға 15 минутқа қоямыз. Котлеттеріміз дайын, өте дәмді болып шығады. Тіпті баклажаннан дайындалған екені білінбейді. Егер видео пайдалы болған болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.